Ассаламағалейкум достар. DaVinci Resolve программасын үйренетін боламыз. Егер программа болмаса, тегін жүктейміз, қондырамыз. DaVinci Resolve іздейміз де, міне кіреміз. Кіріп, мына жерден қараймыз, міне. Скачать бесплатно прямо сейчас деген бар. Осыны басамыз. Бұл жерде бізге екі вариант ұсынады. Міне қараңыздар. Біріншісі DaVinci Resolve 18.6, екіншісі дәл сондай тек студия деген сөз бар. Бұның айырмашылығы біріншісі тегін, екіншісіне ақша төлейсіздер. Сондықтан да біздер біріншісін таңдаймыз. Сіздің системаңыз қандай? Mac, Linux, Windows. Енді менің жағдайымда қазір Windows. Сол Windows-ы жүктейтін боламыз. Басамыз. Осындай окошко шығады. Осының данылардың бәрін, фамилия, имя, компания, қай елден осының бәрін толтырып, сосын барып мына кнопканы жүктейміз, басамыз. Жүктейді. Сабақ қазақша болады, және де DaVinci Resolve программасын ашып көрмеген, жаңадан бастап жатқандарға арналады. Яғни, қысқаша айтқанда базовый курс. Сабақта қарапайым сөзбен, нақты қадамдармен көрсетіп түсіндіремін. Бұл тез әрі нәтижелі болады деген ойдамын. DaVinci Resolve программасын қосамыз. 18.6 версия, міне қараңыздар. Қосқаннан кейін міне мынадай бізде терезе аккаунт пайда болды. Осы жерден біздер жаңа проект ашамыз. New project. Міне бірінші сабақ ағылшынша жазамыз. Кеңес беремін ағылшынша жазуға. Так, міне создать. Басадық. Міне осы тұрғанда бізде программа ашылды. Астыңғы жақтары міне мән беріп қарайтын болсаңыздар, бірінші міне Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Firelight, Deliver. Осыған жеке-жеке тоқталамыз. Бірақ жеке-жеке тоқталғанда бұл жерде тек керекті пайдаланатын кнопкаларды түсіндіретін болам. Медианың қызметі бұл видеоны программаға кіргізу. Дискіге кіреміз. Дискінің ішінде өзіміздің папканы таңдаймыз. Папканы таңдағаннан кейін мышканың оң жағын басамыз. Басып, мыналардың бәрі мен сіздерге түсіндірмеймін, бұның бәрі уақыт ең қажеттісін түсіндіріп жатырмын. Міне мынаны басамыз. Басқаннан кейін біздің видеомыз 25 кадрлар санымен түсірілген. Количество кадров дейді, frame rate. Соған өзгертуді сұрап тұр біздер. Өзгертеміз бе, немесе 24 пен қалдырамыз ба деп. Өйткені себебі мына жоба 24 өзі автоматты түрде 24 болып тұр. Сондықтан да сіздер ең бірінші осыған мән береміз. Түсіріп келген видео материалыңыз 30 кадр болуы мүмкін, немесе 60 болуы мүмкін, 120 болуы мүмкін. Соған сәйкес бұл бізден сұрап тұр, өзгертейік деп. Өзгертеміз әрине. Өйткені біз қазір өзгертпесек, жұмыстың ортасына или соңына келген кезде, бітіретін кезде біз өзгерте алмаймыз. Сондықтан да қазір өзгертеміз, одан кейін өзгертуге келмейді уже. Қысқасын айтқанда өзгертеміз. Кеттік. Бізде мына жерде міне мастердің ішінде папканың ішінде біздің материалдарымыз тұр. Міне жеке-жеке қарауға болады. Видеоның ішінде мына медианы қысқаша түсіндіріп кететін болсам, бұл жерде негізі көп функция бар. Бірақ оның бәрі аса қажет емес. Тек керектілерін түсіндірейін. Три точканың ішіне кіріп, міне мына кнопканы қараймыз біздер. Егер осы жерде міне белгі тұрса, галочка тұрса, Live Media Preview деген тұрса, ол кезде біздер мынаны каждый видео материалды жүгіртіп қарай аламыз. Каждый материалды жүгіртіп қарай аламыз. Енді мысалға міне мынаны түртіп мына экранға шығардық. Бұның астындағы звугын көру үшін үш нүктеге кіремізді. Мынаған галочка қоямыз. Show Zoomed Audio Waveform деген. Осыған қоямыз. Міне звук пайда болды. Қараңыздар. Дыбыстар пайда болды. Мынау дыбысты басатын, мынау міне үлкейтетін, кішірейтетін, оны өздеріңіз қосып қарасаңыздар да болады. Қозғап, одан төрт жыл көрсетіп тұр бізге, мынау список қылып жібереді бізде.
И мына жерде де сондай міне список қылады, мынандай квадрат қылып жібереді. Түркіш толығын қарап отырасыздар. Мына бір символға қарауға болады. Бұл символ бізде былай қарапсаңыз міне мына тез қозғайды мына жерде. Жылдам қозғалады. А мына символменен жайлап қозғауға болады. Ақсақалдарымыз міне мысалға міне кнопканы басамыз. Ай. Ақсақалдарымыз шежіресі. Ақсақалдарымыз сол атамыз. Міне сол атамыз, мысалға міне сол атамыз деген сөзден алсақ. Сол атамыз жайлы кішкене өзінің деректерін айтып отыратын. Бұл енді айтатын болсақ. Айтатын болсақтан аяқтадымыз. Енді клавишаны басамыз. Английский ау. Біздер уже мынаны басын соңын қиып алдық. Медиадан. Әрмен қарай кетеміз. Вкладка кат. Каттың қызметі мысалға міне мына видеоны мына катке қоятын болсақ. Қойдық. Бұл жерде мән беретін жағдай мына үстіндегісін қараймыз. Міне қараңыздар. Мына біздің рабочий таймлайнда, жұмыс істейтін таймлайнымызда қанша материал бар, соны көрсетіп тұр міне үстіңге. Міне қараңыздар. Бір файл, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Міне алтауын да көрсетіп тұр, көрдіңіз бе? А мына астыңғы жағында мына беконок міне қызыл. Бұл қозғалмайды, осы жерде тұрады. Видеоларды мына экранға бізге көрсетіп тұрады. А мынау мысалға сіз мына жерге 1 сағат, 5 сағат, 9 сағаттық материал лақтыратын болсаңыздар да, мына жерде соның бәрін көрсетіп тұрады. Бұның ыңғайлысы сол. Мысалға қанша материал бар, соның бәрін қарай аласыздар бүйтіп. Интервьюді қиятын болсақ, мына соңғы видеоға. Осыдан кейін біздер интервьюді қиятын болсақ, айталық. Мына кісінің интервьюін аламыз. Мысалға таңдаймыз сөзін. Маусым айында сөйледі. Маусым айында міне. Міне мына символ кнопкаменен таңдаймыз. Медленно жайлап көрсетіп бұл бізге. Маусым. Клавишаны басамыз. Ай. Бұл басы. Маусым айында сол жерден орнатып, енді мына ашылысы шілденің 7-сінде ашылу салтанатына амандық болса, сондай бір үлкен салтанатта өтетін жоспарларымыз бар. Жоспарларымыз бар деп тұрмын. Енді сіздер мысалға айталық, жоспарларымыз бар деген сөзін ұстай алмадыңыздар. Мен бүйтіп өтіп жоспарларымыз бар, міне тоқтадық. Енді клавишаны басамыз. Английский ау. Міне таңдадық. Одан кейін міне мына кнопканы басамыз. Бұл кнопка мына видеоматериалды автоматты түрде қойып береді қазір бізге. Міне басамыз. Көрдіңіз бе? Мынау біздің міне уже интервью. А мынау жаңағы соңғы қараңыздар. Дизайн маусым айында сол жерден орнатып, енді мына ашылысы. Көрдіңіз бе? Дизайн маусым айында сол жерден орнатып, енді мына ашылысы шілденің 7-сінде ашылу салтанатына амандық болса, сондай бір үлкен салтанатта өтетін. Егерде мына интервью қателесіп кетсеңіз, қайтадан атымен беруге болады. Ctrl-Z атымен береміз. Ол интервьюді мысалға айталық. Мына жерде тұр деп айтайық. Міне. Интервьюді екі рет басамыз. Міне мынаны басамыз. Smart Insert басамыз. Міне екі ортаға интервьюді салдым. Маусым айында сол жерден жоспарларымыз бар. Міне мыналардың бәрі біліңіз сондай кнопкалар. Оның жеке-жеке тоқталмай ақ қойын, өзіңіз тоқталсаңыз болады бұл жерде. Қысқаша осы медиаменен катты өттік. Міне ең керек деген кнопкаларды түсіндіруге тырыстым. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Амандықта кездесейік.